Айталық бізге мындай модульмен теңсіздік шығару керек. Оның шығарудың екі жолы бар. Бірінші жолы модульдің анықтамасы бойынша модуль а саны тең дейді. А-ға егер а-мыз үлкен не тең нөлден болса, минус а-ға егер а-мыз кіші болса нөлден. Онда жазамыз x минус 8 үлкен не тең 10-нан болады. X минус 8 мен алдында таңбасын қойып минус, ол үлкен не тең 10-нан болады. Так, біріншіден мынаны 10-ға шығарсақ, x-іміз болады үлкен не тең 18-ден. Мына минус таңбадан құтылу үшін екі жағын бірдей минус 1-ге көбейтеміз. Көбейткенде теңсіздік қарама-қарсы жаққа өзгереді. X минус 8 кіші не тең минус 10-нан болады. Мынаны 10-ға жібереміз. Сонда болады x-іміз үлкен не тең 18-ден болады. Немесе x-іміз кіші не тең болады минус 2-ге. Сонда жазатын болсақ ол былай келеді. Мына жерде минус 2 бар, мына жерде 18-іміз бар. Үлкен дейді былай кетеді, кіші болса былай қарай жылжиды. Сонда мына жауабға екеуін бірігу болады. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және 18-ден плюс шексіздікке дейін дейді. Модуль а санының квадраты ол тең болады дейді а квадратқа. Осыны қолдансақ, x минус 8 модульдің квадраттаймыз. Мына жерде үлкен не тең 10-ды да квадрат, екі жағын бірдей квадраттаймыз. Сонда болады модуль таңбасы кетеді, x минус 8-дің квадраты үлкен не тең 100-ден болады. Енді жақшаны ашсақ x квадрат минус 16x плюс 64 үлкен не тең 100-ден болады. Мынаны 10-ға кіргізсек, x квадрат минус 16x минус 36 үлкен не тең 0-ден болады. Енді бет теоремасын қолданамыз. Ол тең болады 16-ға, x1-ді көбейтсек x2-ге, ол тең болады минус 36-ға. Енді бұны подбирать етсек, яғни түбін табатын болсақ, бұл 18 және минус 2 деген сандар. 18-ге минус 2 қоссақ 16 болады, көбейтсек минус 36 болады. Енді қараймыз, мынау былай жазып алсақ, x квадрат минус 16x минус 36 деп, мынау парабола болады. Бұл жерде a-мыз 1-ге тең, b-мыз минус 16-ға тең болып тұр, c-мыз минус 36-ға. Не үшін керек? a үлкен 0-ден болып тұр. Онда парабола жоғары тармақталған. Соны білсек жеткілікті. Мына жерге минус 2-ні белгілеп аламыз, мына жерге 18. Параболамыз жоғары тармақталған. Жоғары болса, мына x-тің жоғары жағы оңсан болады да, төмен жағы минус. Бізге айтады, үлкен не тең 0-ден плюс ал дейді. Сонда x-іміз тиісті болады. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болады, және 18-ден плюс шексіздікке дейін болады.